Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және мен бүгін сіздерге қысқа маусымдағы анимелер жайлы бір ауыз сөз айтқым келіп тұр. Ал видео басталмас бұрын менің ВК және Телеграм арналарыма тіркелуді ұмытпа, және ол жерде мен анимелерді қазақ тілінде дыбыстап саламын. Шай мен тәттілеріңіз дайын болса, онда кеттік. Мен қысқа маусымдағы барлық анимені көрген жоқпын, бәрін көріп шығу тіпті мүмкін емес те шығар. Бірақ өзім көрген анимелерден белгілі бір қорытынды шығарып та үлгердім. Себебі қысқа маусым орта белінен асты, ал бұл оған тоқталатын уақыт келді деген сөз. Этот вампир постоянно умирает анимесінің екінші маусымы менің көңілімнен шығып жатыр деп айта алмаймын. Алайда оның бірінші маусымы өте қызықты еді. Ал екінші маусымда авторлардың идеялары біткен сияқты, және біз көрермендер анимедегі әзілдерге тым қатты үйреніп кеткен сияқтымыз. Яғни бұл комедия, алайда көрермен ондағы бір типті әзілдерден жалығып кетті. Екінші маусымды әрине көруге болады, бірақ үшінші маусым шықпаса өте дұрыс болар еді. Себебі кейде анимені өз уақытымен аяқтаған да дұрыс. Авантюристы, не верящие в человечество, спасут мир анимесі 5-ші сериясына дейін қызық болған. Бірақ артынан олар жаңа саяхаттарға шығудың орнына қаланың ішінде отырып қалды, және екінші қатардағы кейіпкерлерге көп уақыт беріліп кетті. Яғни бұл аниме бас кейіпкерлер мен олардың ара қатынасы жайлы болуы керек еді. Және сурет стилі де өте нашар, көрмеңіздер. Кайна в Великом Снежном море. Бұл 3D анименің мен тек бір сериясын ғана көрдім және маған ұнамады. Әдетте мұндай анимелер 7-8 бөлімнен бастап қызық бола бастайды. Бірақ аниме ең басынан бастап қызық болуы керек қой. Әйтпесе оны көрудің мәні неде? Менің ойым, көрмеңіздер, уақыттарыңызды бұған құртпаңыздар. Гигантский зверь Арса және Король огненной охоты өте ұқсас анимелер. Екеуінде де бас кейіпкерлер әртүрлі жерлерді аралап, алып хайуандармен шайқасады. Бірақ Король огненной охоты жақсырақ жасалған, оның өзіндік стилі бар. Кейде аниме авторлары Миядзакидің стилінен шабыт алған ба деп ойлап қаласың. Арстың алғашқы бөлімдерінде ол жерде қызықты механизмдер болды. Бірақ артынан оның боғы сұйылып кетті десе де болады. Король огненной охоты анимесіне уақыттарыңызды бөлсеңіздер болады, ал гигантский зверь Арсаны тіпті бастамаңыздар да. Бірадар әкелер анимесі суреті жақсы, көруге қызық, отбасылық құндылықтарды дәріптейтін аниме. Маған ұнап жатыр. Және осы анимені мен қазақша дыбыстаудамын. Және авторлар тыңшылар отбасына ұқсас аниме жасап, соның жолын қайталағысы келген сияқты. Бірақ бірадар әкелер ондай танымалдылыққа ие бола алмады. Дегенмен авторлар жалпы көруге қызықты анимені жасай алды. Мұның өзі өте жақсы жетістік. Көріңіздер, ал қазақ тілінде менің ВК және Телеграм тобымнан көрсеңіздер болады. Винланд жайлы аңыз. Не Винланд жайлы дастанның екінші маусымын көп адам асыға күтті. Бірақ мен күтпедім, және сол үшін мен оның кеше бірінші бөлімін ғана көрдім. Мен Винландты көп адамның мақтағанын естіп жатқан жоқпын, бірақ сурет стилі бірінші маусымдағыдай топ. Сол үшін Винландты жай ғана көзіңізді демалту үшін көруге болады, және Маппа студиясын білесіздер. Олар өз жұмыстарын өте сапалы атқарады. Меніңше Винландты көруге болады. Себебі оның бірінші маусымы жалпы жаман емес болатын. Және маған осы маусымда ең ұнаған аниме ол жортушы иттердің 4-ші маусымы. Осы маусымда Рампоға көп көңіл бөлінген соң анимеде адамдарды қызықтыратын детектив элементтері көбейе түсті. Аниме маған сонысымен ұнап жатыр, және сурет стилі де бұрынғыдай өте жоғары деңгейде. Көріңіздер, мен сіздерге бұл анимені көруге кеңес беремін. Одан бөлек Восхождение в тени анимесі қысқа маусымда аяқталды. Аниме қызық, күлкілі, және ол исекай жанрын күлкі етеді. Яғни исекай жанрындағы шаблонды кейіпкерлерді исекай жанрларының клишелерінің үстінен күледі. Маған ұнады, сіздер де көрсеңіздер болады. Бұл өте қызықты комедия десек те болады, бірақ онда әдемі төбелестер де бар. Және маған ұнайтын Наруто кейіпкерлері жайлы видеоны көріңіздер, және сіздер осы маусымда қандай аниме көріп жатсыздар, соны да астына жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.